Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Бейнеу гимназиясының 2-А сынып жетекшісі Бекжанова Сәнжан Мертеқызы боламын. Бүгін бізде математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Су біздің басты байлығымыз. Сабақтың мақсаты: құрамында 2-ден артық арифметикалық амалдары болатын жақшалы және жақшасыз әріптік сандық өрнектерді салыстыру. 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табу. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп алайықшы. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Балалар, жауабы су. Суды орыс тілінде қалай айтады? Вода, ағылшын тілінде water. Тамаша. Балалар, біз су туралы не білеміз? Су шөлді қандырады. Адам өсімдік жануарларға су қажет. Су тіршілік көзі. Адамдар суды тағам ретінде пайдаланады. Су өзен, көл, теңіз, мұхит, бұлақ, жауын, қар, мұз, бұршақ. Суда кеме, қайық жүзеді. Суда адамдар шомылады. Сусыз өмір жоқ. Балалар, су туралы қызықты ақпарат білгілеріңіз келе ме? Ендеше мен бүгінгі сабағымызда сіздерге су туралы қызықты мәліметтермен бөлісіп отырамын. Мына суретке назар аударыңыздар. Барлық суреттерге не ортақ? Олардың әрқайсына берілген мысалдарды шығарыңдар және жауаптарын салыстырыңдар. Қайсын артық деп айтуға болады? Дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Бұл жерде 15 пен 5-тің бөліндісі 3-ке тең. Осы өрнектің мәні артық. Ал басқа өрнектердің мәні 2-ге тең. Балалар, өзен туралы қызықты ақпарат білгілеріңіз келе ме? Олай болса, бейнематериалға назар аударыңыздар. Жер бетіндегі өзендер барша тіршіліктің алтын арқауы болып табылады. Соның ішінде адамзат та бар. Азық-түлік, суландыру, тасымалдау, энергия мен демалыс барлығы да әлемде өзендер арқылы жүзеге асады. Өзендердің көбісі басын биіктен, тау шыңдарынан алады. Тау шыңдары мұздықтар қоймасы. Сонымен қоса, ақыры шыңдарға соғылып, жауын-шашынға айналатын бұлтты басына үйіріп отырады. Мұздықтардан еріген су мен жаңбыр қосылып, кішігірім жыраларға жиналады. Соңында салалар пайда болып, олар өзі сияқты көптеген салалармен қосылып, өзеннің негізгі арнасына немесе үлкенірек салаға құяды. Неге балалар, сендер өзен туралы қызықты ақпаратпен таныс болдыңыздар? Ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Балалар, біздер бүгінгі сабақта амалдардың орындалу ретін анықтай отырып, өрнектердің мәнін табамыз. Мына өрнекке назар аударыңыздаршы. Бұл өрнекте қосу және азайту амалы берілген. Өрнектегі амалдарды біз қалай орындаймыз? Жақшасыз өрнектерде қосу және азайту солдан оңға қарай ретімен орындалады. Мысалы, 27 мен 6-ның қосындысы бізде бірінші амал. Одан шыққан мәнді 3-тен азайтамыз. Бұл екінші амал. Өрнектің мәнін тауып көреміз. 27 мен 6-ның қосындысы 33-ке тең, 33 пен 3-тің айырмасы 30-ға тең. Өрнектің мәні 30-ға тең болды. Тағы бір мысал қарастырып көрейікші балалар. Бұл мысалда азайту және қосу берілген. Жаңа ережеде айтып өткендей, қосу және азайту солдан оңға қарай ретімен орындалады. Демек, бізде бірінші амал 54 пен 14-тің айырмасы. Екінші амал шыққан мәнді 7-ге қосамыз. Өрнектің мәнін тауып көреміз. Бірінші амал 54 пен 14-тің айырмасы 40-ға тең. Екінші амал 40 пен 7-ның қосындысы 47-ге тең. Өрнектің мәні 47-ге тең болды. Балалар, жаңа сіздерге уәде бергендей, қызықты ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Күні бойы суды тең дәрежеде қолданған дұрыс.
суды тамақ ішердің алдында 20-30 минут бұрын ішу керектігін барлығы да білет. Бірақ бұл аздап қарын ашқанын басып, тамақты ас ішуге арналған әдіс емес. Тамаққа дейін су ішу асқазанның жұмысын жақсартуға көмектеседі. Естеріңізге сақтап жүріңіздер. Келесі балалар, тапсырмамызға көшейік. Балалар, өрнектерде көбейту мен бөлу және қосу мен азайту қатар келген жағдайда ең бірінші көбейту мен бөлу орындалады. Содан кейін солдан оңға қарай өз ретімен қосу мен азайту амалдары орындалады. Мысал келтіріп көрейік. Мына өрнекте қосу және бөлу берілген. Жаңа ережеде айтып өткендей, ең бірінші амал бұл жерде бөлу амалы. Демек, 12 мен 6-ның бөліндісінен шыққан мәнді 37-ге қосамыз. 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең, 37 мен 2-ның қосындысы 39-ға тең. Өрнектің мәні 39-ға тең болды. Тағы бір мысал қарастырайық. Бұл өрнекте балалар көбейту, қосу, бөлу берілген. Ең бірінші амал қайсы деп ойлайсыздар? Дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Бірінші амал көбейту амалы. Екінші амал бізде 4 пен 2-ның бөліндісі бөлу амалы. Үшінші қосу амалы. Өрнектің мәні балалар 12-ге тең болды. Көрдіңіздер ғой, ең бірінші көбейту және бөлу орындалады, одан соң барып қосу орындалады. Ары қарай қайнаған судың пайдасы туралы сіздерге қызықты ақпарат беріп өтейін. Қарапайым қайнаған судың негізгі пайдасы ағзаны тазалауында жатыр. Су іш қатуды емдеп, адам денесіндегі артық тұздарды, бүйрек пен бауырдағы тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған су ішекті оятады. Қолдану тәртібі: қайнаған суды таңғы астан 30 минут бұрын аз ғана мөлшерде ішіңіз. Оны асықпай отырып ішу керек. Ары қарай балалар, егер өрнектерде тек қана көбейту және бөлу амалы кездессе, онда олар сол жақтан оңға қарай ретімен орындалады. Мысал келтірейік. Мысалы, ең бірінші бөлу және көбейту берілген. Бұл жерде бірінші амал дұрыс 12 мен 6-ның бөліндісі. Мәні 2-ге тең. Екінші амал 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6-ға тең. Өрнектің мәні 6-ға тең болды. Тағы бір мысал қарастырып көрейік. 3 пен 4-дің көбейтіндісі бізде бірінші амал. 3 пен 4-дің көбейтіндісі 12-ге тең. Екінші амал 12 мен 2-ның бөліндісі 6-ға тең. Өрнектің мәні 6-ға тең болды. Балалар, мына өрнекке назар аударайық. Алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады. Одан соң жақша сыртындағы амалдар өз ретімен орындалады. Яғни көбейту мен бөлу кездессе, жақшадан кейін осы амалдар орындалады, одан соң қосу мен азайту ретімен орындалады. Көрейік. Бірінші амал 5 пен 10-ның қосындысы 15-ге тең. 15 пен 3-дің бөліндісі 5-ге тең. 5 пен 5-дің қосындысы 10-ға тең. Өрнектің мәні 10-ға тең болды. Тағы бір мысал қарастырайық. Міне, қосу, жақша ішіндегі амалдар, одан кейін көбейту берілген. Бұл жерде бірінші амал жақша ішіндегі амал. Мінекей, 98 пен 90-ның айырмасы 8-ге тең. Екінші амал 8 пен 2-ның көбейтіндісі 16-ға тең. Үшінші амал бізде 50 мен 16-ның қосындысы 66-ға тең. Мінекей балалар, сіздер бүгінгі сабақта өрнектегі амалдардың орындалу реті туралы ережені білдіңіздер. Осы ережені пысықтау мақсатында оқулықтағы 4-ші тапсырманың 1-ші есебінің шығарып, шартын құрып көрейік. Мінекей балалар, кішкентай бөтелкедегі су 35 теңге, үлкен бөтелкедегі су 65 теңге. Ал бір қорап шырынның бағасы үлкен және кішкентай бөтелкедегі судың бағасын бірге алғандағыдан 100 теңгеге қымбат екен. Бір қорап шырын неше теңге тұрады? Жөн тауып көрейік. Мінекей балалар, жақша ішінде үлкен және кішкентай бөтелкедегі судың
бағаларын қосамыз. Бұл бізде бірінші амал болып табылады. 35 пен 65-тің қосындысы 100-ге тең. Екінші амал, бір қорап шырынның бағасын білеміз. 100 бен 100-тің қосындысы 200-ге тең. Демек, бір қорап шырын 200 теңге тұрады екен. Балалар, қараңыздар. Жақшалы өрнектерде ең бірінші жақша ішіндегі амалдар орындалады. Одан соң жақша сыртындағы амалдар өз ретімен орындалады. Мінекей балалар, бүгінгі сабақта сіздер өрнектердегі амалдардың орындалу реті туралы ережемен таныс болдыңыздар. Су туралы біраз қызықты ақпараттар алдыңыздар. Бүкіл тіршілік үшін судың маңызы өте зор. Су тазалық көзі, жан сұлулығының нәрі. Судың адам өміріне аса қажет екенін білдіңіздер. Сабағымызды қорытындылай келе, математикаға арналған нөмірі 4-ші жұмыс дәптеріндегі 106-шы сабақты орындаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға көп рахмет.